Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау Қызылорда қаласы. Бүгін қазанның 23-і энергия сервис мекемесі. Жаңа ғана мен ауылдан келіп өткізгенмін. Есептегіш құралын өткізгенмін. Енді жерлерде бәрі қазақша екен. Ну, қала әкімі Ғанибек Қазантаев мырзаға, облыс әкімі Гүлшара Әбдіхалықова. Қараңыз, 96% қазақ тұратын, орыстарына деген қазақ тілін түсінетін Қызылордада. План эвакуации дейді. Қазақтарға эвакуация жасауды қажет жоқ. Выход. Мына жерден жақсы қойыпты. Саламатсыз ба, жаңа счетчик ұстап көтердім. Әбен. Иә. Ага. Менің құқымды бұзбаңыз, менің құқым бойынша қазақ тілінде. Компьютерде қазақ әріп жоқ дегеніңіз өтірік айтпаңыз. Клавиатура істемейді бізде. Енді істемесе ол сіздердің кінәларыңыз. Енді осылай болады, енді мен әнін таба алмаймын, сұрақ белгісі шығады әні басына. Онда жөндеңіздер, неге менің құқымды бұзасыздар? Бір түйір қазақ тілі жоқ. Екі тілде жүрмейді, мемлекеттік тіл қазақ тілі Қазақстанда. Госучреждение болыңыз, болмаңыз, сіз қазақ халқына қызмет етіп отқаннан кейін сіздерде болу керек. Біз енді бұл сұрақтардың бәрі директорге барып айтыңыз, бізде қазақ... Директорге барып айтпаймын, мен сізге ескертіп кетіп жатырмын. Директорыңыз кім? Айтып кетейін. Пірназаров Абдулла. Қаяқта тұрады? 4-ші этажда отырады, соған барып айтып келіңіз. Пірназаров Абдуллаға. Мынау YouTube каналына кетеді осы жазудың бәрі. Тіл майданнан